Берел қорғандары. Берел қорғандары Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданында орналасқан. Бұл кешенде әртүрлі көлемдегі 70-ге жуық қорған бар. 1865 жылы орыс ғалымы Василий Радлов экспедиция негізінде Шығыс Қазақстан аумағында үлкен Берел қорғанын тапты. Бұл зиратта жерленген адам көзі тірісінде ру көсемі немесе беделді батыр болуы мүмкін. Ал мәйттен бөлек 17 жылқының сүйегі және алтын мен қоладан жасалған көптеген бұйымдар табылды. Табылған заттар ерте темір дәуіріне жатқызылып, біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырлар Берел кезеңі деп аталды. Негізгі жаңалықты 1998-1999 жылдары Әлки Марғұлан атындағы археология институтының Зейнолла Самашев бастаған археологтары ашты. Қорғанның ер адамның, әйелдің және көптеген алтын бұйымдардың безендірілген 13 жылқының мәйіті табылды. Бір қызығы, жылқылар бүтін болып шықты. Жануарлардың терісі ғана емес, іші де сақталған. Құрылысшылар қорғанды тұрғызған кезде жел соққанда салқын төмен түсіп, зират ішінде температура -4 градусты бір қалыпта ұстап тұратындай етіп жасаған. Ал қорымнан табылған бұйымдар тек Қазақстанның музейлерінде ғана емес, Ресейдегі әйгілі Эрмитаждың экспонаттарына айналды. Бұл құнды заттардың ішінде диадема, алқа, қару, шынайы және аңыз жануарлардың алтын мүсіндері де бар. Ал номер 10-шы обадан табылған бірегей жапсырма кестелері бар 10 ер-тоқымның үлгісі табылды. Ол жапсырма кестелерде адам іспетті сақалы мен мұрты бар, басы тау ешкінің мүйізі секілді, қанаты жыртқыштардың денесі бар, құйрығы беде тәрізді арыстанды еске түсіретін қияли болмыс бейнеленген. Автордың жазуынша, мифтік жыртқыштардың бейбіт шеруін бейнелейтін мұндай өнер туындылары орталық Азия көшпелілерінің мұраларының ішінен алғаш табылып отырғандықтан, бұл өнер шынының түпнұсқалығы мен бірегейлігі және жергілікті екендігіне талас тудырмайды. Зейнолла Самашев «Берел» атты кітабында Берел жазығының ежелгі тұрғындары өз билеушілеріне арнап тұрғызған орасан зор қабірлерде бәлкім марқұмдардың денелерін шірітпей ұзақ уақытқа сақтамақ болса керек. Олар адам мәйітін мальзамдаудың құпия әдістерін білген, ал тас құрылыстарды тұрғызу тәжірибесі обаны жерлеу камерасында маусымдық тоң қабатының қалыптасу мүмкіндігін есептей білген деген де болжам бар. Себебі табиғи тоң әдетте 2500-2700 метр биіктіктерден бастап қалыптасады, ал Берел теңіз деңгейінен 1120 метр ғана биіктікте орналасқан. Зейнолла Самашев келесідей деректер келтіреді. Номер 11-ші ең үлкен обада сөзсіз көшпелілер қоғамының билеушісі жерленген. Ер адам мен әйел адамның мүрдесі жер үстінде 4 метр тереңдіктегі кең көлемді қабірдің түбінде орнатылған. Қима таған ішінде орналасқан көп ғасырлық самырсын ағашынан ойылған астау табыт ішінде бастарын күншығыс жаққа қаратып, ер адамды шалқасынан, әйелді аяғын бүгіп жатқызған. Ер адамның басы ағаштан жасалған арнаулы жастықта жатты. Берел материалдарын сұрыптауға атсалысып жүрген генетика саласының ғалымдарының болжауына сенсек, әйелдің денесі ер адамға қарағанда ертерек қойылғанға ұқсайды. Шынында, ағаш табыт алғашында бір адамға арнап ойылған. Ағаш табыттың ішіндегі патша мен әйелдің мүрделері толық тонауға ұшыраған. Киімдерінің бәрі сыпырылып алынған. Тек сүйектері ғана анатомиялық пошымын сақтап қалған. Ерекше құрылым мен жерлеу рәсімі номері 36-шы обадан тіркеліп отыр. Онда адам жерленген қима таған мен ағаш табыттың сыртынан текше тас қоршаумен қаланған. Оның үсті көлемді текше және сопақ салмағы ондаған тіпті 100 килограмм тас блоктармен ұзыннан және көлденеңінен аса мұқият қаланып жабылған. Бірақ бұл шаралардың барлығы тонаушылардан құтқармады. Олар көрдің бүйірінен тесіп, адам жататын тұсынан тесіп кіргенде түк қалдырмай барлық заттарын алып мәйітті лақтырып кеткен.
Темір дәуіріндегі көшпелі мәдениет кезеңінің қалыптасуы ақсүйек өкілдерінің мәйіті мен жылқылардың бальзамдалған қалдықтарынан аңғартады. Қайталанбас көне өнер үлгілерінің сақталуы және серілік батырлық дәуірінің сипаты болып табылатын тоң басқан оба ескерткіштер үлкен құндылық. Сақ Сібір аңдары стилінде жасалған жәдігерлердің табылуы елімізді әлемге танытқан жаңалық болды. Берел қорымы еліміздегі теңдесі жоқ органикалық олжалар сақталынған киелі мекен болып есептелінеді. Достар, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.